сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Найзағай, бұршақ, жел. 12 маусымға арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет синоптиктері 12 маусым сәрсенбіге арналған ауа райы болжамын жариялады. Қазақстан территориясының басым бөлігіне әлі де атмосфералық фронттар өз әсерін тигізеді. Осыған байланысты найзағай жарқылдап жаңбыр жауады. Найзағай, бұршақ, дауыл күтіледі. Еліміздің шығысында қатты жаңбыр жауады. Мемлекетіміздің солтүстік-батысында және оңтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа райы болады. Республика бойынша желдің күшеюі күтіледі. Күндіз батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында қатты ыстық сақталады. Батыс Қазақстан, Жамбыл, Алматы, Ұлытау, Жетісу облыстарында, Маңғыстау, Түркістан, Қостанай облыстарының батысында, оңтүстігінде, Ақтөбе облысының солтүстік-шығысында, Абай облысының оңтүстігінде, Қарағанды облысының оңтүстігінде, орталығында, батысында жоғарғы өрт қаупі сақталады. Атырау, Түркістан, Қызылорда облысы, Қазақстан облысының батысында, Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында, шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, батысында, Жамбыл облысының батысында, шығысында, Алматы облысының орталығында, Қостанай облысының солтүстігінде, Жетісу облысының солтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.